Не үшін күйеуін құрметтемейтін, сыйламайтын әйел адамдар ер адамның махаббаты мен сүйіспеншілігіне бөлене алмай, ер адамның көңілінде ілікке алғысыз, түкке тұрғысыз, қадірсіз бір адамға айналып қалады. Себебі ізет, құрмет, сыйластық ол ер адамның ар намысы. Демек сіз ылғи да үнемі ер адамның ар намысын жерге ұрып, оны табанмен таттай бердіңіз деген сөз, бұл ер адам үшін өлгенмен тең. Демек ер адамның ар намысы өлсе, оның жүрегіндегі әйел адамға деген махаббаты да өледі. Әрине, осы бір мәселе қозғалса, көп санды әйел адамдар, мен күйеуімді құрметтемей жүргем жоқпын ғой, құрметтеп жатырмын, ел алдында беті түспесін деп айтып жатырмын, бүйтіп жатырмын, елдің алдында соның қашанда шашбауын көтеріп жүрмін дейтін шығарсыз. Бірақ бұл жердегі ер адамды құрметтеу деген сөз тек қана елдің алдындағы құрметіңіз емес, қайта реал өмірдегі нақтылы еріңіздің алдындағы оған деген құрметіңіз. Былайша айтқан кезде, егер де сіз күйеуіңіздің бойындағы әлдеқандай бір әлсіздігі мен кемшілігін немесе қателігін яки болмаса басындағы түрлі мәселесін ылғи бетіне басып, оны сонымен еске алып, және үнемі әрбір рет оған қайталап айта беретін болсаңыз, ел алдында болсын яки болмаса жеке өзінің алдында болсын, сонымен оны ылғи сындыра берсеңіз, демек бірте-бірте сол арқылы қайтеді деген кезде ер адамның өзіне деген бағасы төмендейді. Әрі сізге деген құрметі де төмендейді. Сосын уақыт өте келе сіз ол үшін бір маңызды адам емес, қайта маңызсыз адамға айналасыз. Себебі ер адам ол алмас қылыш болса, ал әйел адам оны қайрап тұратын қайрақ іспетті. Егер алмас қылыш қанша өткір болғанмен қайрақ оны дұрыс қайрамаса, ұқсас өзінің жауапкершілігі мен міндетін толықтай өтей алмайды. Жалпы ер адамның ар намысы өлмесін. Демек, ер адамның ар намысы өлсе, ол өзінде құртады, әйелінде құртады, отбасында бүткіл әулетінде, туыс туғанында құртады. Өйткені еркекті еркек етіп тұратын оның бойындағы ең үлкен құндылығы оның ары мен намысы. Ал ер адамның ары мен намысын ең бірінші әйелі қорғайды. Ал әйелі қорғамаған ер адамның ар намысын ешкімде қорғамайды. Керісінше қорлайтындар көбейеді. Сондықтан да бағзы замандардан тартып дәл қазірге дейін небір ұлы тұлғалардың сондай ұлы мықты болып қалуының артында бір өмірін сол ер адамға арнаған, шексіз, шарқсыз бодау берген бір мықты әйел затының болғанында. Сол үшін де аяулы ақжауықтыларым. Жалпы ұлың ұлықты, қызың қылықты болсын десең, әрі олар опалы, сапалы болсын десең, онда әрқашан әр уақытта өзіңіздің сүйікті жан-жарыңызды, күйеуіңізді көбірек құрметтеңіз, көбірек сыйлаңыз. Халқымызда бір керемет сөз бар: егер балаң патша болсын десең дейді, онда күйеуіңді қандай күт, қандай сыйла дейді. Демек, осы сөздің астарында үлкен бір ұлы тағылым жатыр. Ал енді әйел адамның ер адамды құрметтеу, сыйлауы қай жақтардан сипатталады? Бірінші, сөзсіз міндетті түрде ер адамға шексіз сенуіңіз керек. Мейлі ол қандай қателік өткізсе де, сізге қандай опасыздық жасаса да, яки болмаса